Сәлем достар, бұл видеода құлақтың құрылысына және құлақта дыбысты қабылдау процесі қалай жүретініне тоқталатын боламыз. Құлақ 3 бөлімнен тұрады: сыртқы құлақ, ортаңғы құлақ және ішкі құлақ. Сыртқы құлаққа құлақ қалқаны, сыртқы есту жолы және дабыл жарғағының сыртқы есту жолына қараған беті жатады. Сыртқы есту жолы миатус акустикус экстернус шеміршектік бөлігі 3-тен 1-ін құраса, сүйектік бөлігі 3-тен 2 бөлімін құрайды. Сыртқы есту жолында түктер, май бездері және құлық шығаратын бездер орналасады. Бездер мен түктердің саны сыртқы есту жолының ішіне қарай артады, бірақ түбінде болмайды. Ортаңғы құлаққа дабыл жарғағының ішкі беті, төс, балғашық, үзеңгі сүйектері, эвстахий трубасы және самай сүйегінің ұяшықтары жатады. Дабыл жарғағының ортасында дабыл жарғағының кіндігі орналасады. Осы кіндігіне балғашық сүйегінің сабы келіп бекінеді. Жалпы ортаңғы құлақпен мұрын жұтқыншақ байланысады. Оны байланыстыратын эвстахий трубасы. Мұрын жұтқыншақта болатын инфекциялар балаларда әсіресе эвстахий трубасы кең әрі қысқа болғандықтан осында ортаңғы құлаққа қарай өтіп, ары қарай самай сүйегінің ұяшықтарын қабындыруы мүмкін. Ол қабынатын болса, оны мастоидит деп атайды, ал эвстахий трубасының өзі қабынатын болса, оны эвстахиит деп атаймыз. Қабынулық аурулардың барлығының соңына ит жұрнағы жалғанады. Төс, балғашық, үзеңгі және ішкі құлақтың самай сүйектің ішінде орналасады. Төс, балғашық, үзеңгі сүйектеріне тоқталайық. Олар адам ағзасындағы ең кішкентай сүйектер болып табылады. Үшеуі сүйек болғандықтан ол жерде диартроздық, синдесмоздық байланыстар арқылы байланысады. Дабыл жарғақ шеміршек, оның балғашықпен байланысының арасында синдесмоздық байланыс, ал балғашық және төс сүйектерінің арасында диартроздық байланыс, ал төс сүйегі мен үзеңгі сүйектің арасында тоже диартроздық байланыс, ал үзеңгі мен ол бізде овальды терезені жауып тұрады. Ішкі құлаққа жататын лабиринттегі овальды терезені, ол жерде синдесмоздық байланыс болады екен. Үзеңгінің артқы аяғына мускулис стапедиус бекінеді. Яғни крус пастериусқа мускулис стапедиус, яғни үзеңгі бұлшық еті бекінеді. Дабыл жарғағы шамадан тыс дірілдеп кеткенде бұлшық ет сүйекті тартып, дірілді азайтады. Мускулис стапедиусты басқаратын, оған команда беретін 7-ші жұп бас ми нерві, яғни 7-ші жұп бас ми нервінен шығатын тармақ нервус стапедиус болып табылады. Енді ішкі құлақтың құрылысына тоқталайық. Ішкі құлақ сүйекті лабиринттен және оның ішінде орналасқан, мына суретте көкпен көрсетілген жарғақты лабиринттен тұрады. Жалпы лабиринттің кіре берісі жартылай дөңгелек каналдары және де ұлу денесі болады. Бірінші ұлу дененің құрылысына тоқталайық. Ұлу дененің ортасында осындай негізі және оны спиральді түрде айнала орналасқан спиральді сүйекті пластинкасы болады, ал сыртынан осындай ұлу дәрізді зат кигізіледі және осы ұлуға қарай мына пластинка полный жетпей тұрады. Ол ары қарай базилярлы мембранаға жалғасады, одан кейін вестибулярлы мембрана болады. Осы екі мембрананың нәтижесінде бұл жерде 3 түрлі бөлімге бөлінеді. Яғни мынаусы бізде кіреберістік баспалдақ деп аталады, және астындағысы барабанды баспалдақ, одан кейін ортасындағысы ұлу денелік түтік деп аталады. Бұл ұлу денелік түтіктің ішінде эндолимфа сұйықтығы ағатын болса, кіреберістік баспалдақ пен барабанды баспалдақтың ішінде перилимфа сұйықтығы ағады екен. Көктің ішінде, яғни бұл бізде ұлу денелік түтік осылай созыла орналасқан, және ақтың ішінде бізде перилимфа ағатын болса, осы көктің ішінде эндолимфа сұйықтығы ағады. Енді дыбыстың қабылдау процесі қалай жүретініне тоқталайық. Сырттан келген, яғни сыртқы есту жолынан келген жаңағыдай дыбыс бізде дабыл жарғағының қимылына келеді. Сол дабыл жарғымен байланысқан балғашықтың ары қарай төстің, сосын үзеңгінің қимылына әкеледі. Бұл жерде үзеңгі, мына жерде овальды терезені жауып орналасады. Сөйтті жаңағы кіреберістік баспалдақтағы перилимфаның қозғалысына әкеледі. Міне сары стрелкамен көрсетілген. Солай перилимфа қозғалып, төбесіне дейін барады, ары қарай ол бір тесіктен өтеді. Хеликотрема деген тесіктен өтіп, ары қарай міне қызыл стрелкамен берілген барабанды баспалдақпен қимылдап, осы жерде дөңгелек терезеге дейін келеді. Бұл дөңгелек терезе негізінен мембранамен жабылған. Яғни осы дөңгелек терезеге келген кезде уже жаңағы перилимфа сұйықтығының қимыл қозғалысы азая бастайды. Енді дыбыс нервтік импульсі қалай туады? Осы міне жоғарғы каналдағы перилимфа
қозғалғанда, одан кейін төменгі каналдағы перилимфа қозғалған кездегі мына жерде базилярлы мембрана мен вестибулярлы мембрананың қимыл қозғалысын туындатады. И ол екеуі қимылдаған кезде ұлу денелік түтіктің ішіндегі эндолимфа тоже қозғалысқа түседі. Солай эндолимфа қозғалған кезде мына жерде жапқыш мембрана қозғалады және осы жердегі рецепторлардың қозғалысына алып келеді. Бұл рецепторлар дендриттің, мынау дендрит соның ұшында орналасқан, ал мына жерде бірінші нейрон орналасады. Ары қарай жүйке талшықтары жиналып, бұл жерде кохлеарлы нерв түзіледі. Және мына жердегі жарғақты лабиринттің ішінде тоже рецепторлар орналасады. Бұл рецепторлар статокинетикалық анализатор болып табылады. Олар бізде тепе-теңдікке жауап береді. Бұл жердегі жүйке талшықтарының түзілуінен және ұлу денеден шыққан жүйке талшықтарының қосылуынан 8-ші жоп бас ми нерві нервус вестибуля кохлеарис түзіледі.